Ал достар, ассаламу алейкум, қалайсыңдар айналайындар. Сондай болып қалды, сондай жаңалықтар бар. Қар жауып тұрғаннан кейін Жәкең өзім ақ кетем деп кеп қалды. Жәкең кеп қалды. Қысы жарып жатыр енді. Енді тірі адам тіршілігін жасайды. Ағайындар енді өмір сүреміз ғой, үстіп кеп қалған жайымыз бар. Қолдап жатқандарға Алла разы болсын. Хейт жазып жатқандар өздеріңізге екі есе болып келсін сау. Құрметті оқырмандар, бүгін біздің студиямызға қонаққа Жігер тобының солисі Болатбек Досыбаев мырза қонаққа келген болатын. Көп алғысыммен сол уақытыңызды бөліп келгеніңізге. Енді біздің бағдарламамызды айтар кеңесіңіз болса, тілегіңіз болса. Оқасы жоқ, бағдарлама жаңа сырттан көріп отырдым. Өте қатысты, керемет болып жатыр. Жастарға бақыт тілеймін, тек қана бір-бірін тауып ұнатып жатса, бір-біріне қосылған жақсы деп. Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Алматы бүгін бізде осылай ойшын. Қараңыздар. Қар жерге тиеді, еркетіп жатыр ғой. Жұмыстан шықтық. Мұнда ағым. Ойшын солай. Не жаңалық болып жатыр, не хабар? Күнде не хабар? Менің мұна очким сұрап жатқан жандар, мен бұны Темудан алғам. 1001 бәле теңгеге 500 түгін алғам. Бесеуі 1001 деме теңге. 1600 ба сондай. 5 түрлісін. Әр түрлі. Қарасын тияз киіп жүр. Тағы болған машина ішінде жатыр. Осындай әр түрлісі. Нормально качествосы. 1001 демек теңге. Достар, дәл қазір сіздерге мен алсаңыздар өкінбейсіздер деп айтып жатқан шайдың сапасын қаншалықты краска немесе таза шай екенін бірге анықтайтын боламыз. Қараңыздар, мынау қазір ғана краннан құйылып алған салқын су деп айта аламын. Міне қазақтың шайы ашылған күйі, мен сізге қазір оны салып көрсетем. Ал мында мен үйде өзім ішіп отравление болған деп айтайыншы. Кәдімгі краскасы шығатын өте сапасы нашар шай. Мен қазір сіздерге екеуінің айырмашылығын көрсетем. Қараңыздар, салқын суға краска шай қалай шығады? Міне, разницасын қараңыздар. Екеуі де салқын, достар. Бұл қазақтың шайы. Қараңыздар, бұл салқын суға ешқандай да қызармайды, өйткені таза шай. Сол себепті ешқандай қорықпай, ешқандай күмәнданбай қазақтың шайын ала берсеңіздер болады, достар. Бір емес, 3 пачкасы 12500 теңгеге барады, достар. Осы сілтемеге өтіп, міндетті түрде шайды сатып ала отырып, мықты сыйлықтарды ұтып алсаңыз болады.